қазір сұрақ жұмбақ жасырам, сол жұмбақтың жауабын табайық. Кеудесінде жаны жоқ, тамырында қаны жоқ. Май жейді, су ішеді. Ол не? Кім жауап береді? Айта қойын Тілеу. Ол көлік. Ол көлік. Енді сендер осы жұмбақтың жауабына қарай болжай аласыңдар ма? Біздің бүгінгі тақырыбымыз, сабағымыз қандай тақырыпта болуы мүмкін? Азамат? Біздің сабағымыз қазір көптеген көлік түрлеріне байланысты болады. Өте дұрыс айтасың, өте жақсы. Рахмет. Көлік түрлері. Қандай көлік түрлері бар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Сонымен балалар, қандай көлік түрлері бар? Демек, біз бүгін көліктің түрлері туралы сабақ өтеміз. Біздің бүгінгі сабақ, осы сабақты өтудегі мақсатымыз көлік түрін түсіндіру. Біз көлікке мінген кезде міндетті түрде ережені ұстауымыз керек балалар, иә? Болмаса біз әртүрлі жағдайға тап болуымыз мүмкін. Біз сабақтың мақсаттары, әрине біз жаңағы әртүрлі тапсырмаларды орындаймыз, бүгінгі тақырыпты меңгереміз. Бағалау критерийі, бүгінгі сабағымыздың критерийі көлік түрлерін атап шығуымыз керек. Бүгінгі сабақта біз көлік түрлерін ажырата алуымыз керек, олардың қолданыстағы маңыздылығын білуіміз керек, және қоғамдық көлікте жүріп тұрудың ережелерін білуіміз керек екен. Бір-бірімізге жақсы тілектер тілеп алайық. Рания, бастай ғой. Сабағыңды 5-пен оқы. Нұрай, Қуанәліге? Қуанәлі ата-ананың үмітін ақтап, өз мақсатына жет. Өте жақсы. Сабағың жақсы оқып, ата-анаңды құрметтеп, ата-анаңды сыйлап жүр. Өте жақсы. Өмір жасымыз ұзақ болсын. Өте жақсы. Рахмет, өмір жасымыз ұзақ. Аружан, мен саған тілеймін, әрқашанда аспаның ашық болсын, өстіп, күліп, көңілді болып жүре бер. Жақсы көңіл күймен біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Алдарында көліктің суреттері тұр, қайсы көңілдеріңе жағады, қайсы сендерге ұнайды, соны таңдап, соған байланысты топқа отырамыз. Асықпаймыз. Ал демек, балалар, біз топқа бөліндік. Бізде қандай топтар? Жер көлігі тобы, су көлігі тобы және әуе көлігі тобы деп 3 топқа бөліндік. Енді біз көлік түрлеріне тоқтала кетсек, бізде көлік не үшін қажет бізге? Біз бір орыннан келесі орынға ауысу үшін бізге көлік қажет. Иә, рахмет, өте жақсы. Біз өзіміздің көздеген жерімізге тез жету үшін бізге көлік қажет. Біз жаяу барсақ, ол жерге ұзақ барамыз ғой. Сондықтан бізге көлік өте қажет. Бізде көліктің түрлері, мысалға, міне, әуе көлігі десек, бізге оған не жатады? Ұшақ бар, тағы да тікұшақ бар, зымыран бар, иә? Және бізде жеңіл көлік, машина. Тағы да жерден қандай көліктер бар? Жеңіл көлік, автобус, иә? Жеңіл машинамыз бар, тағы да трактор бар. Мінеке, мына суретте де көріп тұрсыңдар, міне әуе көлігі, әуеде ұшып жүр, жер көлігі, жерде, су көлігі, суда жүр. Біз қай жерді, мысалға, судан теңізден өтуіміз керек болса, біз су көлігімен жүреміз. Ал жерде бір қаладан екінші қалаға бару үшін жер көлігімен, одан да жылдам бар, одан да алыс жерге бару үшін біз әуе көлігіне етеміз. Өте жақсы балалар. Мінекей, жерде жүретін көліктер. Маған Ағекеге атап бер, жерде жүретін көліктерді. Пойыз, мұны автобус. Автобус. Осы жерде КамАЗдың, иә? Бұл бізге не үшін қажет? Ол бізге тасты, құмды не апарып беру үшін. Жүк көлігі демек, иә? Біз жүкті тасу үшін осы көлікті пайдаланады екенбіз. Өте жақсы, рахмет, отыра ғой. Енді бізде бұл қандай көліктер? Әуе көлігі. Әуе көлігін атап берші. Мынау ұшақ. Ұшақ. Мынау тікұшақ. Тікұшақ. Бұлар әуе көлігі болғандықтан бұлар қай жерде жүреді? Әуеде жүреді. Әуеде жүреді, иә? Өте жақсы. Отыра ғой. Тағы да қандай әуе көлігін білеміз? Айттық жаңа біз? Зымыран деген әуе көлігін білеміз. Бізде енді келесі пойыз. Бұл жер асты метро, иә? Бұл жер асты көлігі. Метро деп аталады екен. Енді бізде балалар интервью әдісі бойынша қазір бізде Рания өз сұрақтарына оқушылардан жауап алады. Көлік түрлеріне адамдар қандай мақсаттар қолданады? Өзіне керек кезде қолданады. Алыс сапарларға және де өзі барғысы келген жерлерге. Өте жақсы. Рахмет. Жауабына қанағаттандыңыз ба? Иә. Өте жақсы. Көлігі не үшін қажет? Себебі көлікпен жете алмаған жерге әуе көлігімен тез жетеміз. Көлікпен жете алмаған жерге әуе көлігімен. Рахмет, Нұрасыл. Келесі. Су көлігі не үшін қажет?
заттар тасымалдау үшін. Теңіздің бір жағасына, екінші жағасына жету үшін де қажет. Келесі сұрағым. Метро қай қалада орналасқан? Метро Алматы қаласында орналасқан. Өте тамаша. Жер көлігі тобынан қосып сұрағым. Метроға отырып көрдіңіз бе? Жоқ, отырып көрген жоқ. Болашақта отырып көресіз деген сенімдеміз. Өте жақсы балалар. Рахмет. Біз бүгін интервью әдісі бойынша сұрақтарға жауап алдық. Енді балалар сергіту сәтін жасап алайық. Барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Кішкене сергіп, ой түзеп алайық. Осы жақсы көңіл-күймен сергіп алыңдар, ары қарай сабағымызды бастаймыз. Біз автобусқа мінгенде не істеуіміз керек? Қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Сақтауымыз керек, дұрыс айтасыздар. Енді осы автобуста жүргенде өздерің санатын ережені маған қазір құрастырып бересіңдер. Өте жақсы. Бір ереже бізде құрастырылды. Енді оқи қойыңдар, бұл қандай ереже? Автобуста бір-бірінен айқайлап сөйлеспе. Өте дұрыс айтады. Орынды ма? Орынды ереже, өте дұрыс айтылған ереже. Автобуста бір-бірінен айқайлап сөйлеспейміз. Өте жақсы, рахмет. Балалар, енді осы екі жұпты бағалап жіберейікші. Алдымыздағы алмалармен бағалаймыз. Сендерге піскен алма көрсетіп тұр. Демек, жауабы өте дұрыс ережесі. Отыра қойыңдар. Автобустан түскенде жүгірме. Автобустан түскенде жүгірме. Келісеміз ба? Келісеміз. Бағалап жібереміз екі жұпты. Өте тамаша, рахмет, отырыңдар. Автобуста бір-біріңді итерме. Бір-біріңді итерме. Итерсек, құлап қаламыз, я? Өте жақсы. Автобуста бір-бірімізді итермеу керегіміз. Енді бағалап жібереміз бұл жұпты. Демек, біз бүгін автобуста жүру ережесін құрастырдық. Осыны біз ұстанамыз ба осы ережені? Міндетті түрде өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін міндетті түрде біз осы ережені ұстануымыз керек. Топтық жұмыс. Алдарыңа геометриялық фигуралар береміз. Содан өз тобымызға байланысты біз көліктің түрін құрастырамыз, я? Аппликация арқылы біз жабыстырып шығады етеміз. Осыдан көлік тобыда фигура қолданыңыздар. Өзіміз ақылдасамыз. Ал балалар, дайын топ белгі береміз. Демек бізде жер көлігі тобы, су көлігі тобы дайын етеміз, я? Келе қойыңдар жер көлігі тобы. Қорғауға бір оқушы шығып, бізге қорғап береді. Біз жер көлігін құрастырдық. Онда көп бұрышты фигура және тікбұрыш және жеке дөңгелек. Өте жақсы. Қалай жұмысы сендерге? Жақсы ма? Ұнады ма? Ұнады. Барлығымызға ұнады. Рахмет, отыра қойыңыз. Екінші су көлігі тобы. Мынау тікбұрыш, мынау үшбұрыш. Не құрастырдың? Қайық, желкенді қайық. Өте жақсы, тамаша. Ұнады ма балалар? Ұнады. Бағалап жіберді. Келесі бізде қазір теледидардан көріп жүрсіңдер, әртүрлі жарнамаларды көреміз, сол сияқты біз өз тобымыздағы көлігімізді, мысалға жер көлігісінде, сендер жер көлігін жарнамалап берсеңдер. Алдыңызда қағаз берді. Әдемелеп, көпшіліктің көңіліне шығатындай, тамаша саламен өте жақсы бастамалар жақсы балалар. Ал балалар, уақыт аяқталды. Бәрін жұмысымыз аяқтап қорғауға дайындаламыз. Бірінші жер көлігінің жарнамасын тамашалайық балалар. Келіңдер. Бұл автобуспен көп жерде тез баруға болады. Бұның астын ашып, көптеген жүктер салуға болады. Бұның ішіне көптеген адамдар сыяды. Тағы да қалған жеріне тезірек баруға болады. Өте тамаша. Балалар, қоғаша жарнамасы өте жақсы. Міне салған суреттері қараңдаршы. Өте ашық, қанық түстермен салыпты. Бәріңіз автобусқа мінгіміз келіп кетті ме? Менің автобусқа мінгім келіп кетті, бәріміз сабақтан кейін саяхатқа шығайық. Келіңіздер, біздің кемеміз өте әдемі.
күн ысыған кезде бұл бассейнге түссеңіздер болады. Және де бұның ішінде сіздерге керекті заттардың барлығы бар. Дүкенге дейін бар. Және де бұл жерде кешке таман саяхаттап таза ауа жұтуға болады. Және де сіздер бұл кемеге келсеңіздер билетін тегін береміз. Өте жақсы. Кемеге де мүмкін келіп кетті. Автобустан кемеге мінеміз ба? Кемеге де мінейік. Өте жақсы, рахмет. Отыра қойыңдар. Бұл біздің әуе көлігіміз. Біздің әуе көлігімізге мініңіздер. Бұл өте күшті, билеті арзан. Қалаған жеріңізде демде жеткізеді. Әуе көлігінің тобының жарнамасы да өте керемет шықты. Ашық түстермен, көзге қанық көрінетін түстермен жасапты. Өте жақсы, менің көңілімнен шықты. Қол шапалақтап қойып, алдымыздағы алмалармен бағалап жіберейік. Бірінші, жер көлік тобын бағалаймыз. Өте тамаша, бәріміздің көңілімізден шықты. Жарнамасы жақсы. Енді су көлігі тобын бағалап жіберейікші. Енді әуе көлігінің тобын бағалаймыз. Жарайсыңдар. Қай жерімнан ұнамай қалды ма, кері байланыс береміз. Мен бірінші сұрақ қою арқылы алайын, сендерге. Надира, сен айта қойшы, интервьюсын өзім алайын, бүгін сабақ саған ұнады ма? Орнынан тұрағын. Ұнады. Несімен ұнады? Көптеген мәлімет ала білдің бе өзіңе? Ала білдің. Тағы бір сұрақ қойып жіберсем, мен жер көлік тобы бағына интервьюда көп сұрақ жауап берген жоқпыз. Көркем, бізге көлік не үшін қажет екен сонымен? Бізге көлік алыс сапарларға және де бір қаладан басқа қалаға бару үшін қажет. Өте жақсы, рахмет. Су көлігінен басқа тағы бір көліктермен тоқталдық қой. Азамат айтады. Біз жер асты көлігі метро. Дұрыс айтасың. Ол қай қалада ашылды дедік? Алматы қаласында. Алматы қаласында ашылды дедік. Бәріміз көлік түрімен таныстық. Ажырата білеміз ғой? Білеміз. Және ол біз үшін маңызды екенін білеміз ғой? Білеміз. Біз сол көлікте жүру ережесін құрастырдық па? Құрастырдық. Демек, мен бүгін өзімнің мақсатыма жеттім деген ойдамын. Енді балалар, алдарындағы алмаларына кері байланыс береміз. Сабақ 2 жұлдыз бір тілек арқылы білім ағашына алмамызды. Бәріміз кері байланыс берді. Сол кері байланысына қарап, мен сендердің сабақты қалай түсінгендеріңді және менің сабағым қандай деңгейде өткенін мен өзіме оқып аламын, және менің кемшіліктерім кеткен болса, мен өзіме сабақ ретінде аламын. Енді үйге тапсырма, осы тақырыпты мазмұндап келеміз, түсінігімізді келесі жолы маған айтып беріңіздер, сұрақ жауап әдісі арқылы немесе өзіміз түсінігімізді айтамыз. Бүгінгі сабақ қатысқандарына рахмет. Сабақ өте жақсы өтті және сендер өте жақсы белсенді қатыстыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.